Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалу жол өте оңай, дәмді, жұп-жұмсақ, ашытқысыз жеті шелпектің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге қажет болатын заттар: сүт және де тұз, қант, сары май, сода. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, жаңағы айтылған барлық заттарды қосып, ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң 5 минутқа тындырып қойып қоясыздар. Одан кейін қамырымызды алып, үстіне ұн сеуіп, бірде 7 бөлікке бөліп, домалақтап, үстін жылылап көтерілгенше күтесіздер. Ендігі кезекте әбден тынған қамырымызды алып, астына ұн сеуіп, доп-домалақ қылып, барлығын жайып аласыздар. Барлығын жайып алған соң қызып тұрған майға салып, екі жағын бірдей қызартып қуырып аласыздар. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жеңіл рецепттер бөлісетін боламын.